2016 жылдың мамыр айында долларға қатысты ұлттық валюта курсы құбылмалы тенденция көрсетті. Айдың басын америкалық валюта бағамы 328 теңге деген деңгеймен бастады. Максималды жоғарғы курс 333-336 теңге, ал минималды курс 327-328 теңге шамасында болды. Ұлттық валюта курсына тікелей әсер етуші фактор мұнай бағасының динамикасында да тұрақсыздық байқалды. Айдың басында Brent маркасының бір баррелі 46-47 доллардан сатылса, айды 51 доллар деген бағамен қорытындылады. Мамырдың 10-ында 43 баррель деген ең төменгі деңгейге түсті. Ұлттық банктың валюта нарығына араласуы мамыр айында 29,1%-ды құрады. Банк басшысы Данияр Ақышевтің сөзінше, айырбастау курсының күрт өзгеріске түсуіне жол бермес үшін және ұлттық банктың алтын валюталы резервтерін толықтыру үшін долларды сатып алу жалғаса береді. Бірақ оның атап өтуінше, ұлттық банктың операциялары айырбастау курсының динамикасына әсер етпейді және интервенция көлемі жалпы нарықтағы жағдайды өзгерте алмайды. Еске салайық, бір жыл бұрын 2015 жылдың мамырында, яғни дәл осы уақытта доллар курсы 185 теңге, 186 теңге көлемінде болған еді.